Ассалаумағалейкум, тауық бизнес бастап каналының көрермендері. Қайырлы күн. Бізде астролог порода тауықтарымыз бәрі бір қалыпты. Кеше сіздермен бүгінгі жаңалықтарын бөлсем, алда не болғанын, оған дейін видеолар шықпай қалды. Бірінші каналымда шығып жатырмын, екінші каналыма көп шықпай қалды. Соның барлығын бүгін екінші каналға салатын боламыз, сөйлесіп әңгімелесіп кішкене. Видео бүгін кішкене осыда ұзақта болады. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Менің бірінші каналымдағы подписчик санын 4000-ға жеткізіп тұрсақ, бәріміз бірігіп жақсы болатын еді. Мынау менің отырғышым, тауықтарға келіп қарап отырам. Қазірде күн кішкене ысылау. Өткенде тауықтарым семіріп кетті. Одан қалпына қайтып, қалпына келтірдім. Қазір кішкене жемдерін беріп не істеп жатырмын. Келпіне келтіріп қойдым. Мен бұйыртса ертең вақтыға кетем. Алла қаласа, бізде жаңалық дейтіндей жаңалық тауықтарымыз сатып жатыр. Екі породта тауықтар сатып жатыр. Бір пород ұстаймыз ба деп отырмын. Чисті бір пород мен сол ойлап отырмын. Кочин алам ба деп. Или болмаса адлерлерді алып қалам ба, адлер көбейтем ба деп. Сіздер де ойларыңыз комментария жазып кетіңіздер. Бұйыртса енді вақтыдан келгеннен кейін шешем. Бір ай әлі менде уақыт бар. Шешім қабылдайтын. Адлер или кочин екеуінің біреуін ұстайтын болам. Мына жаққа қора салатын болсам, чисті бір породын ұстаған дұрыс болады. Екі породыға оның ішін барлығын бөлу керек. Алдын сетімен бөлу керек. Сол үшін бір жұмысты екі жұмыс қылмайын деп бір породыға көшіп жатырмын. Адлер или кочин екеуінің біреуін ұстаймын. Содан кейін будине ұстайтын болам. Қора салғаннан кейін қораның ішін бір жағын инкубаторға, бір жағын будинеге, бір жағын ең көп жердің қораның көп жеріне қыстық қора салам ғой, братала. Соған чисті бір породын ұстағым келіп отыр. Кучинге арнап, или адлерге арнап салам. Тауықтың басын 50 бас қылам. Жарайды, сол 50 бастың жұмыртқасын балапан шығарсатсам нормально. Содан кейін бір 300 бас или 100 бастай будине ұстасам, будиненің жұмыртқасын сатам ғой, манағыда жеуге неге. Сол алда қосса енді бір 400 бастай ұстасам, 350-400 бас, 350-400 бас ұстасам, 50 бас тауып, қалғаны будине ұстасам, нормально. Жайлап ақша көзі келе береді. Сосын сол алдағы жоспарларым, сол жаңалықтар, сол енді манағыдай кочин или адлер екеуін біреуін комментарий жазып кетіңіздер. Көп айтады, адлер жақсы жұмыртқа туады, жақсы жағын айтып жатыр енді. Ал мысалы кучинға келетін болса, кучинде жақсы жұмыртқа туады дейді. Бірақ та кучинге витамин беріп тұру керек, укол салу керек дейді. Укол салмаса ол өліп қалады дейді. Кучин асырап жүргендеріңіз болса, 1-2 жыл кучиннен опыт жинаған адамдар болса, комментарияға жақсы пікірлерін жазып, жақсы жағынан жазып кетсеңіздер. Кучиннің жаман жағы болса, жаман жағын жазып кетіңіздер. Мен енді өмірімде қанша жыл тауық бақсам да кочин ұстап көрмеппін. Сол себепті білмеймін. Сол себепті сіздерден көмек сұрап отырмын. Енді асырағасын дұрысын асыраған жақсы, маған да қайта шығынға түспеу керек. Сол себепті дұрыс жауаптарыңызды жазып кетіңіздер. Нағыз енді кочин славилы болып отса, осы адлерді ұстап жүре берем. Адлердің басын енді бір 40 тауық алсам жарайды. 40 тауықтың өзін тек 40 қылам. Общий 50 тауық болса, сосын 5 атеш алсам, бір ұядан шыққым, атеш сойып деймін ғой, 5 атеш алсам нормально. Осы жаңалық дейтіне бұйыртса тағы да видео шығаратын болам. Арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер көбірек.